Кешірудің сыйы. Бәрін кешір, уақытыңды үнемдейсің. Қателікті кешіруді, оған көз жұма салуды, кеңшілік етуді ұстанымына айналдырған адамға кешірімнің берер сыйы бар. Кешірімді болу кейбіріміздің көзіне қаймықпай қарауға күш береді. Мен біреудің қателігін, ал ол менің қателігімді кешпейінше, бір-бірімізге ешқашан сүйіспеншілікпен, жанашырлықпен қарай алмаймыз. Кешіру бізге таза рухпен, бос нәрсемен шұғылдандырмайтын, пайдасыз нәрсеге ермейтін зейін сыйлайды. Өрлеу мен кіршіксіз әлемге жетелей түседі. Кешірудің жеткізер мақсаттары биік, одан туатын қалау, ниет жоғары. Біреудің теріс әрекетіне килігу немесе өзгеден өш алу сияқты нашар сипаттардан сақтайды. Құранда Алла тағала біздерге кешірімнің формуласын ұсынған. Ғафу етіп, кеңшілік жасасаң, әлде Алланың сендерге кешірім еткенін қаламайсыңдар ма? Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді. Бұл нендей ұлы сый. Бұдан ұлы құрмет бар ма? Аяттағы қаламайсыңдар ма деген сөздің астарында нендей жұмсақтық пен жақсылыққа жігерлендіру жатыр. Әрине қалаймыз. Ең ғажабы, Алла адамның бауырына ғафу етуін өзінің бізге ғафу етуімен байланыстырған. Мұнда шексіз үстемдік пен ұлылықтың иесі, Раббымыздың бізге үйретіп тұрған ұлы тәрбиелік тәсілі бар. Баршаға үлгі болатын ең ұлы қасиеттер Аллаға тән. Мәселен, балалар өзара ұрысқан кезде аналары тату болуға шақырып, балаларының біріне «Сен қателескен кезде сені кешіргенімді қаламайсың ба?» дейді. Мұнда бағыт-бағдар бар, яғни жаза амалдың түріне қарай беріледі. Қате кемшіліктен пәк ешкім жоқ. Түбінде барлық адам кешірімге ілінуді қалайды. Бүгін сен адамдарға кешіріммен қарасаң, ертең олардан кешірімді үміт етесің. Кешірімді болудың бізге сыйлайтын ең көркем сыйы бір-біріне демеу болатын, бірімен бірі тату өмір сүретін қоғам. Нәтижесінде ондай қоғам қате кемшілікке кешіріммен қарайды. Әділетсіз адамға әділетсіздіктен арылуға көмектеседі. Қателескен адамға кеңшілік жасап, оны ортасына қосады. Ал азаматтарының түзелгеннен соңда қате кемшіліктерін ұмытпайтын қоғамдар негізінде өз-өзіне қылмыс жасаған болады. Өйткені ондай қоғам айналасына кекшіл, қоршаған ортасына тыс қалған азамат қалыптастырады. Даналық иесі Алла қасиетті кітабында жақсылық пен жамандық тең емес, жамандықты ең көркем түрде жолға сал, жамандыққа қарсы жақсылық қыл. Сол уақытта сен, мен екеуің араңда дұшпандық болған біреу өте жақын достай болып кетеді деп баяндайды. Кешірімді ғафу етушінің дәрежесіне көтеріп барар, орнын ұлық етеді. Кешірімді адам біреуге зиян тигізуді жек көреді. Ол біреуге көмек беруге дайын тұрады. Кімде-кім кешірімді болса, ол адам бұл дүниеде бақытты, ал ақыретте жомарттыққа қол жеткізеді. Сондықтан да бұл сипат ислам дінінде де көркем мінезділіктің шыңы болып табылады. Бұл жайлы қазақтың біртуар тұлғаларының бірі Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді: біреудің мінін кешірсең, Құдай да сені кешеді. Бірін де қылмай есірсең, төбеңді әлақ теседі. Көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді. Пейілі жаман адамның орны дайын деседі. Қате кемшілік қай кезде де, қай заманда да орын алған. Алайда қоғамның өз қатесін мойындап қылмысы үшін жазасын тартқан азаматын кешпеуіне мүлде болмайды. Қоғам қателескен азаматын кемсітпей, керісінше ортаға қосу керек. Ондай азаматты жек көріп, сыртқа теппеуі қажет. Сонда ғана мұндай қатынас қоғамға өштесіп, онда өмір сүруден жиренетін кешірімшіліктердің құндылықтары мен ұстанымдарын білмейтін азаматты дұрыс жолға тәрбиелеп, кемел ортаға салады. Шын мәнінде күнделікті өмірімізде мұндай жағдай жиі кездеседі. Әлеуметтік байланыс құралдары қоғамдағы азаматтарының қателіктерін жасырудың орнына жария етіп жатады. Қоғамда өзгелердің қате кемшіліктерін көрген кезде адамгершілік көрсететін адамдар кемде-кем. Қоғаммен бірге күн кешіп жүрген қандай да бір азамат қате кемшіліктен өзін ада санап, біреудің сүрінгенін аңдып, оған қуанатындай, қателігін тапқанды жетістікке санайтындай деңгейге түспесін. Керісінше, мұндай жағдайды әрдайым ең дұрыс сөз сөйлейтін, ең көркем ұстаным білдіретін азамат бол. Біз Құрандағы қағидаға сай әрдайым
сөздің ең көркемін сөйлеуге тиіспіз. Кешіру мен кеңшілік ету сипаты адамға өзімен келісетін және келіспейтін кісімен үйлесімді мәміле түзуіне көмектеседі. Бұл сипат психиканың байсалдылығын көрсететін қабілетті қатарына жатады. Мұндай сипатқа ие адам өте аз. Психологиялық байсалдылыққа ие жандар барлық адаммен жетістікке, мәмілегерлікке негізделген байланыс құрайды. Осылайша өздері де өзгелерді де пайда алады. Ал аталмыш сипатқа ие емес жандар шолақ қатынас негізінде күн кешеді. Пайдасы жеке басынан аспайды. Кешірудің кешіретін жанға сыйлайтын есен саулығынан бөлек, олардың көп жағдайда бітімгер, мәмілегер, өзіне де өзгеге де үйлесімді қатынас жасайтынын байқайсың. Өзгелермен салыстырғанда жан саулығына бай екенін көресің. Олар өмірдегі түрлі оқиғалардан туындайтын келеңсіздіктердің алыс болады. Түйіткілерді кешіріммен, кеңшілікпен шешеді. Құрандағы маңызды аятта көз жүгіртейік. Керісінше, ғафу етіп кеңшілік жасасын. Әлде Алланың өздеріңе кеңшілік жасағанын қаламайсыздар ма? Алла өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Алла тағаланың құлындағы ең жақсы көретін қасиеттердің бірегейі кешірім. Себебі Алла тағаланың өзі кешіргенді жақсы көреді. Соған сәйкес кешірімді құлдарын аса қатты жақсы көреді. Пайғамбарымыз сахабаларын күнделікті садақа беруге үндеген еді. Солардың ішінде Ульба ибн Зайд деген кедей сахабасы бар еді. Садақа қылатын еш нәрсесі болмай былай дейді: маған зұлымдық қылған адамдарға арымды, абыройымды садақа қылдым. Келесі күні пайғамбарымыз сахаба Ульба ибн Зайдқа келіп, Алла сенің садақаңды қабыл етті дейді.